Баршаңызға сәлем. Жеке бренд тақырыбын біз жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта айтып кеткен болатын. Бізде жеке брендке арналған тақырып 4-5 видеоға дейін созылады. Енді қараңыздар, жеке брендті сіздерге қалай құру керек, жеке брендпен қалай жұмыс жасау керек, оны сіздерге алдыңғы сабақта толықтай түсіндірдім. Бүгін тауар таңбасын тіркеу тақырыбында болмақ. Видеоны бастамас бұрын міндетті түрде біздің каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Жеке брендті құрмас бұрын жасалыны керек алғашқы қадамның бірі бұл тауар таңбасын тіркеу. Тауар таңбасын сіздерге айтқан болатын, біз қазпатент.kz сайтында тіркейміз, әрі тауар таңбасын тіркегенге дейін сіздерге қажетті құралдар бар. Ол құралдарды егер сіз дайындап қойған болсаңыз, онда біз не істейміз? Сабағымызды жалғастырып сіздерге бұл тақырыпты толықтай түсіндіремін. Бүгін сіздерге өзім айтқандай бір тауар таңбасын тіркеп көрсетемін. Оны да сіздерге бұл видео сабақта толықтай көретін боласыз. Сіздерге айтқан болатын, бірінші бізге ECP ключ керек тауар таңбасын тіркеу үшін. Және реквизит. Егер де сіз IP-ның атынан жіберетін болсаңыз, IP жайлы данныйлар, оның ішінде аты жөніңіз, адрес, телефон және почта. Жеке тұлға болса да, тобы болса да, осы ақпараттар міндетті түрде керек. Үшінші логотип 945-945 размерінде, форматы PNG форматта. Төртінші брендтің аты. Бесінші қандай класста. Бұны егер де бесіншіні сіздер жасамақ қойсаңыздар болады, бұны сіздерге дәл тауар таңбасын тіркеу барысында көрсетеміз. Алтыншыны сіз брендтің атын ойлаған кезде бірден жасау керексіздер, себебі сіз ойлап тауып логотип жасап қойған екен, ол атаумен егер де бренд тіркелген болса, онда жасаған логотиптеріңіз құр бос болып қалмай үшін біз бұны не істеуіміз керек? Атты ойластырған кезден бастап бірден тексеруіміз керек. Ал енді бисмилля деп біз не істейміз? Ең бірінші мен енді 6-шы пункттен бастайын. Өйткені сіздерге айтқанымдай, тауар таңбасын тіркегенге дейін біз өзіміздің брендімізді тексеріп алуымыз керек. Оны мен сіздерге айттым, gosregister.kaspatent.kz сайтында немесе msp.kz деген сайттан. Бұл екеуінен қатар тексерсеңіз де болады. Бисмилля, біз не істейміз? Ең бірінші gosregister.kaspatent.kz сайтына кірдік. Кірген кезде сіздерде осындай окно шығады. Осы жерде не істейсіздер? Выберите реестр деген жерге кіріп, товарный знаки дегенді таңдаймыз. Міне, ары қарай осы жерге өзіміздің брендтің атын жазамыз. Мен Күншуақ деген брендті ойластырдым. Күншуақ, қазақтың Күншуақ деген сөзі. Осы атауда тауар таңбасын тіркеуді тіркеймін деп шештім. Ол үшін мен істеймін? Бірінші тауар таңбасымен осындай атаумен тауар таңбасы тіркелген ба, оны тексереміз. Міне, Күншуақ деп жаздым, товарный знаки деп таңдадым, ары қарай поиск деп, бисмилля деп басамын. Загрузка болады. Қараңыздар, егер де осындай нәрсе шыққан болса, онда бұндай атаумен ешқандай тауар таңбасы тіркелмеген. Ол жақсы. Тағы да екінші сайтқа кірдім, msp.kz сайтына кірдім. Осы жерге Күншуақ деп жаздым, ары қарай бұл жерде не істеу керек? Все классы дегенді таңдау керек. Себебі бұны баспасаңыз, галочка қоймасаңыз, онда сіз бұл поисковик жұмыс жасамайды. Ары қарай поискке бастым, міне бұл жерде де көрсетіп тұр, бұндай атаумен тауар таңбасы тіркелмеген деп. Біз не істедік? Тауар таңбасын тіркелмегенін көрдік. Енді міндетті түрде kaspatent.kz сайтына кіреміз. kaspatent.kz сайтын басқан кезде сіздерде төбесінде newcap.kaspatent.kz деп тұрады. Кірген кезде бірінші бетінде войти с помощью ECP деп тұрады. Міне, жасыл кнопканы басамыз. Жасыл кнопканы басқаннан кейін ол міндетті түрде сіздің жаңағыдай ECP-іңізді сұрайды. ECP-іңізді қай жерде тұрғанын қарайсыз. Міне, ECP-імізді таптық. Ары қарай бисмилля деп кіреміз. Ең бірінші бетіне кірген кезде сіздің данныйларыңыз автоматты түрде аты жөніңіз, ин нөміріңіз бәрі міндетті түрде жазылады. Өйткені бұл егов базасынан алып автоматты түрде осы жаққа қояды. Біз не істейміз? Төменгі жағына қарай түсеміз де осы жақта адресное сведение деген бар. Осыны толтыруымыз керек. Сіздің
егер де жеке тұлға болсаңыз, жеке тұлғаңыз, яғни өзіңіздің пропискаңыз қай жақта тіркелген, сол прописка бойынша барлық ақпараттарды енгізесіз. ИП болса, ИП юридический адресі қай жаққа тіркелген, оны бересіз. ТО болса, ТОның данныйларын енгізесіз. Міне, біз не істейміз? Өзіміздің ақпараттарымызды толықты енгіземіз. Көрсетіп тұрғандай, жылжыса тұрған барлық ақпараттарды міндетті түрде жазу керек. Жазғаннан кейін төбе жақ бетіндегі сохранить батырмасын басамыз. Міне, біздің ақпараттарымыз бәрі сақталды. Сақталғаннан кейін біз міндетті түрде жоғарғы бетіндегі заявки деген бөлім бар. Осы заявки деген бөлімге кіреміз. Осыны басамыз. Заявка бөліміне кіргеннен кейін подать заявку деген бөлімді басасыздар. Осы кнопканы басқан кезде сіздерде ең бірінші жоғарыда тұрған заявка на товарный знак деген бар, соны басу керек. Бұл жерде білесіздер, Қазпатент сайтында сіздер өздеріңіздің авторлық құқықтарыңызды, немесе өздеріңіздің патенттеріңізді басқа да жаңадай нарда көрсетілген кез келген нәрсені өзіңіздің өндірген өніміңіз немесе өзіңіздің жасап жатқан құралыңыз болатын болса, оны сіздер патенттеп немесе авторлық құқықтарын алуға болады. Ал бірақ бізге керегі тауар таңбасы. Сол үшін заявка на товарный знак дегенді басамыз. Бұл жерде екі қадам бар. Қазақстан ішілік, бұл национальный деп аталынады, ал международный бұл әлемдік. Сіз екі жаққа да жіберсеңіз болады, бірақ бізге керегі национальный. Сол үшін национальный дегенді басамыз. Егер де сіз өзіңіз жіберуші болсаңыз, сіз бірден заявитель дегенді басып продолжить басасыз, а егер де сіз басқа біреудің атынан жіберіп жатсаңыз, онда доверенное лицо деп оны басасыз. Біз заявителіміз, сосын продолжить деген батырманы басамыз. Міне, бірден бізге осындай окно шығады. Жоғарғы жағында мынарда аты деген бар. Атауы, яғни брендтің атауын жазу керек. Бізде брендтің атауы бұл Күншуақ. Күншуақ жаздық. Тауар таңбасының атауын жаздық. Одан кейін бізге тауар таңбасының логотипін жүктеу керек. Сіздерге айтқандай, тауар таңбасының логотипі 945-те 945 размерінде және ол PNG форматында болу керек. Егер JPEG болса, ол жүктелмейді. Сол үшін міндетті түрде PNG форматында болу керек. Ол үшін біз не істейміз? Загрузить батырмасын басып, жүктеу дегенге өтеміз. Ары қарай мен өзімнің логотипімді таптым. Көріп тұрғандарыңызды PNG форматында. Міне, загрузить деп басам. Біздің тауар таңбамыз қазір логотипіміз жүктелді. Логотип жүктелгеннен кейін міндетті түрде осы жерде ескеретін жайттар бар. Егер де сіздің бренд атауыңызда немесе логотипіңізде белгілі бір символдар немесе бір әріптер болатын болса, онда біз не істейміз? Неохраняемый элементы деген бар. Яғни қорғалмайтын, яғни ол жалпыға ортақ сөздер болуы мүмкін. Ондай жағдайда біз не істеуіміз керек? Осы жерге галочка қойып, қандай сөздер бар, соны жазуымыз керек. Мысалы, көп жағдайда сіздерге айтайын, осы алтын саласында айналысатын адамдардың көбісі gold деген сөзді қолданады. Мысалы, мағжан gold, алтын gold деген сияқты. Егер де сондай сөз менің брендімде болса, ондай жағдайда мен не істеуім керек? Сол сөзді жазуым керек. Міне, сөйтіп мына жерге галочка қоюым керек. Ал егер де менде ондай сөз жоқ, яғни менің логотипімде көріп тұрғандарыңыздай ешқандай ондай сөздер жоқ. Яғни ондай бір логотипінде бір эмблемалар жоқ. Мысалы, мен өзіміздің IDC брендімізді құрған кезде төбесінде бізге дизайнер R жазуы бар, ол дөңгелектің ішінде. Ондай сөзде, егер де сондай символдар болса, оны да мен істеуім керек, осы жерге енгізуім керек. Бірақ қазір біздің логотипімізде ешқандай символ жоқ, тек қана бұл логотипте мен не істеуім керек? Қандай түстер қолданған. Сол үшін мына төменгідегі ең соңғысына галочка қоямын да, біздің логотипте қолданылған түстерді жазып шығамын. Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, біздің логотипте ақ түс бар, басамын. Мына оң жақ бетінде сразу шығады. Көк түс бар, сары түс бар и жасыл түс бар. Міне, осы түстердің бәрін қолдандым. Яғни, бізде қолданылатын түстерді мен жазып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай, міне, соңғы неге галочка қойдым және сол түстердің бәрін жазып шықтым.
MQTU деген бізде маңызды. MQTU-дың астында добавить класс деген бар. Міне осы добавить класс дегенді басу арқылы біз өзімізге қажетті әрбір класстарды жазып шығамыз. Ол класстарды қоспас бұрын мен төменгі жақтарға бір көз жүгіртемін, яғни менде ақпараттарым дұрыс тіркелді ма, немесе тіркелмеді ма, соны көруім керек. Міне добавить класс деп басамын. Мына жақта MQTU дегенге басамын. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлық MQTU-лар класстары осы жерде көрсетіліп тұр. Яғни жалпы 45 класс бар екен. Сіз 45 класстың ішінде 3 классты тіркесеңіз стандартты тіркеу болады. Яғни оның бағасы бір баға. Яғни ИП немесе жеке тұлғалар үшін 80 000 теңге 3 классқа дейін. Әрбір 3-ші классқа сізде 13 000 теңге сумма қосыла береді. Ал егерде 3 классқа дейін сізде 80 000 теңге болды, 1 класс қана тіркесеңізде 80 000 төлейсіз, 3 класс тіркесеңізде 80 000 теңге төлейсіз. Ал енді 4-ші класс, 5-ші класстар үшін әрбір классқа тағы да дополнительный 13 000 теңгенің суммасы қосыла береді. Ал ИП болса, ол 86 000 теңге стандарт, ал ТО-ға ол уже 90 000-нан жоғары сумма төлейтін боласыз. Сол үшін ең азы бұл жерде жеке тұлға үшін. Егерде сіз бірақ Каспи арқылы жұмыс жасайтын болсаңыз, онда ИП-ға тіркеңіз, себебі сіз кейін өз брендіңізді жабу үшін Каспиде заявка жіберген кезде сіздің тауар таңбаңыз ол кімнің атынан жіберіп жатсыз. Егерде ИП-ның атынан жіберіп жатсаңыз, онда тауар таңбаңыз ИП-ға тіркелу керек. Ал егерде сіз ТО-ның атынан заявка жіберетін болсаңыз, онда тауар таңбаңыз ТО-ға тіркелу керек. Міне, ал енді жеке тұлға Каспи магазин немесе Каспи Пей аша алмайды. Сол себепті міндетті түрде оны ИП-ға тіркеңіздер. Егерде сіз тек қана сату үшін немесе тауар таңбам менде болу керек міндетті түрде. Қазір тауар таңбасын тіркеймін, бірақ ертең әлі ИП-ға немесе ТО-ға тіркейтінімді шешпедім десеңіз, онда бірінші өзіңіздің жеке тұлғаңызға тіркей беріңіз. Кейін тауар таңбаңыз шыққаннан кейін сіз өз тауар таңбаңызды ИП-ға немесе ТО-ға өткізіп жіберуге болады. Ол договор коммерциализация деп аталынады. Оны біз уступка арқылы не істейсіз? Егер сатқан жағдайда басқа біреуге немесе өзіңіздің атыңыздан ТО-ның юрлицоға өткізесіз. Сол үшін бұл жерде не істеу керек? Сіз жаңадай алдын ала шешіп алу керек, кімге тіркейтініңізді. Мысалы, сіз өзіңіздің тауарыңызды қай классқа кіретінін нақты білмейсіз, және сізге қай класс қосу керек, оны да білмейсіз. Ондай жағдайда сіз не істеуіңізге болады? Мына төбе жақтағы тұрған поисковикті қолдансаңыз болады. Бұл поисковикке өзіңіздің тауарыңызды жазу арқылы сіз нақты сол классты таңдай аласыз. Мысалы, мен не істеймін? Наушники деп жазамын. Менде наушники өндірейін деп жатырмын. Поисковикке наушники деп жазсам, міне маған шығарып береді. Яғни менің өндірейін деп жатқан электроникаға қатысты наушникім қай категория, яғни қай класста екен? Ол бізде 9-шы класста. Мына 25-ші классты көрсетіп тұр, бірақ бұл жердегі наушники деген сөз, ол мына құлаққа кигізіп қоятын киім ретінде қолданатын наушник бар ғой. Міне сондайды көрсетеді. Ол бірақ бізде ол киім категориясы, ол мен шығарып атқан, яғни жаңағындай беспроводный наушник немесе проводный наушник дегенге сәйкес келмейді. Ал егерде электроника саласындағы болса, онда біз 9-шы классты таңдаймыз. Міне 9-шы классты басамын. Енді қараңыздар, 9-шы классты басқан кезде сізге барлық сол 9-шы классқа кіретін товарлардың барлығын көрсетіп тұр. Егерде мен бұл товарлардың барлығын бірден қосатын болсам, ол 800-ге жуық товар болуы мүмкін, немесе 500-ге жуық товар болуы мүмкін. Міне, бұндай жағдайда сіз не істесеңіз болады? Сіз өзіңіздің нақты өндіретін товарларыңызды, керек деген товарларыңызды ғана, мысалы, электроника категориясындағы сіз алдағы уақытта, алдағы 10 жылдықта, немесе алдағы 20 жылдықта өндіретін деген товарлардың ғана тізімдерін жазып шықсаңыз болады. Немесе осы классты барлығын бірдей тіркесе салсаңыздар болады. Мысалы, бұрындары мына жерде
добавить все товары деген болатын. Оны сіз бір ғана кнопканы басу арқылы бүкіл товарды оң жақ бетіне добавить ететіңіз. Ал енді қазір ол кнопканы алып тастаған, тек қана сіз не істейсіз, қолмен осындай көріп тұрсаңыздар, мен товардың үстін басқан кезде оң жақ бетке қосылып жатыр. Егер де мен бұны баспай, просто так завершить деп жазсам, онда мен басқа мына товарларды ғана не істейді, маған тіркеп береді. Яғни мен өзім ойлаған товарларды баспай қалу мүмкін. Сол себепті міндетті түрде біз не істеуіміз керек? Осы жерден өзімізге керек деген товарларды басамыз, немесе егер де өзіңізге керекті товарлардың нақты қандай екен білмесеңіз, онда жай ғана барлық товарлардың бәрін осылайынан қосып отырамыз. Біріншіден барлық товарды қосып алғаннан кейін оң жақ бетіне қарай өтіп, өзімізге керектерін ғана қалдырып, керек емес товарларды біз өшіріп тастасақ болады. Мысалы, осылайынан өшіріп тастайсыз. Біріншіден барлығын қосып алыңыз, кейіннен жаңағыдай өшіріп тастап қойсаңыз болады. Болмаса, ерінбей өзіңіздің керек деген товарларыңызды ғана қосып, керек емес дегендерді қоспай өткізіп кете берсеңіз болады. Осылайынан. Көрдіңіз ба? Өстіп өзіміздің товарларымызды қосып аламыз. Көріп тұрғандарыңызда ішіне кіріп, сіз барлық пункттағы әрбір товарлардың бәрін көріп шығыңыз. Бәрін қосып алғаннан кейін завершить выбор деп басамыз. Көрдіңіздер, 9 классқа біз 24 товар қостық. Егерде барлық товар таңдасам, ол 800-ге жуық товардың шамасында шығады. Міндетті түрде әрбір класты қосқаннан кейін сохранить дегенді басуды ұмытпайық. Себебі, сіз егерде сохранить демей шығып кетсеңіз, онда сіздің жасаған барлық жұмысыңыз сақталмай қалады. Міндетті түрде әрбір класты немесе әрбір қадам жасағаннан кейін сохранить батырмасын басыңыз. 9 класты қостық. Ары қарай добавить класс деп біз тағы да 2 класты қосамыз. Бұл біздегі көріп тұрғандарыңыздай электроникаға тіркеп жатқаннан кейін бізге тағы да 7 категория керек болады. Ол да бізде электроника категориясы. Мысалы, көріп тұрғандарыңыздар, осылайынан мен электроникаға керекті басқа товарлардың бәрін қосып шығам. Бұның ішінде көріп тұрғандарыңыздар, мысалы, домкрат дейді, машинаға керек заттардың деші осы электроникаға кіріп кетіп жатыр. Жаңағыдай, мысалы, инструменттер де осының ішіне кіріп кетіп жатыр. Бұл класс, яғни Каспидегідей категорияға сәйкес келмейді. Мысалы, Каспиде электроника деп тек қана электроника категориясын алса, бұл жақта классқа сіздің электроникаңыз 2 классқа кетіп қалады. Яғни үлкен габаритті, әрі мысалы плита деген сияқты заттар бөлек, ал майда заттар олар бөлек категорияға кіріп кетеді. Сол үшін бұл жақта мысалы сіздің классыңызда комбайн немесе үлкен машина сияқты заттардың да запчастары немесе полностью машинаның өзі де сол категорияның ішінде болуы мүмкін. Потом екінші ескеретін жайт бар. Егерде сіздер барлық товарды бірден қоса салам деп қосып жүрген кезде кейбір товарлар болуы мүмкін. Мысалы, оның ішінде бронежилет, автомат, пистолет, немесе автоматтың нелері, оқтары, егерде химиялық жаңадай вещество дейді, мысалы, оның ішінде конопля деген сияқты заттарда болып кетуі мүмкін. Сол үшін фармацевтический немесе жаңадай өнім болатын болса, міндетті түрде товарлардың аттарын бәрін қарап, сіздің товарыңыз ол товарға сәйкес келе ма, немесе сіз ондай товарларды алдағы уақытта өндіресіз бе, немесе жаңа запрещенный препараттар болып қалмасын, соларды міндетті түрде қарап қойыңыздар. Себебі көп адамдар бәрін товарымды қарамайды да ерінеді, барлығын бірден тіркей саламын деп, ішінде сондай бір сөздер кетіп қалуы мүмкін. Әрине ол сізге әсер етпеуі мүмкін, но бірақ сол класты тіркеу кезінде кедергі болып, немесе белгілі бір алдағы уақытта зияны тиіп қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде ондай моменттерді жіберіп алмаңыздар. Завершить выбор деп біз 2 класты қостық, 2 класста 14 класты қостық. Добавить класс деп, егерде киім болса, сіздерге 25 класс таңдау керек. 25-ті қарасаңыздар, бұл киімдер. Мысалы, белье, мысалы,
брюки, бриджи мысалы. И осылайнан сіздер өздеріңізде керекті деген тауарлардың бәрін таңдайсыздар да бүйтіп завершить выбор деп 3-ші класты бітіресіздер. Айтқанымдай сохранить батырмасын міндетті түрде басу керек. Міне сохранить батырмасын бастық, біз енді бір қайтара тексереміз. Күншуақ бренд атауын, логотипі, тауар таңбасындағы түстер, класстарды қарадық, ақпараттарымыздың бәрі дұрыс. Біз өзіміздің тауар таңбамыздың толықтай дұрыс болып тұрғанын көрдік. Енді біз не істейміз? Тауар таңбасын тіркемес бұрын мына жерде сформировать заявление деген несі бар, бөлім бар. Біз осыны басамыз. Бұл сформировать заявление деген сөз, яғни сіз уже тауар таңбасын тіркеу этапына өттіңіз. Барлық ақпаратыңыз жасадыңыз. Енді сізге не істеу керек? Сформировать заявление деп бастыңыз. Одан кейінгі біз енді оплата жасауымыз керек. Міне, оплатить подачу заявки дегенді басамыз. Басқан кезде көріп тұрғандарыңыздай мына жерде біздің тоның атынан жіберіп жатырмыз. Тоның атында болғаннан кейін мына сумма бізде 113.750 теңге шықты. Сіздерге алдында айтқан болатын, егерде тоның атынан болса, ол қымбатқа шығады. А егерде жеке тұлғаның атынан жіберсеңіздер, мына сумма сіздерде 79.650 теңге ма, сондай суммада шығады. Ал егерде ИП-ның атынан болса, ол 86.000 сондай шамада шығады. Өйткені жеке тұлғаның төлемдері аз болады. Ал ИП-нікі одан 6-7 мыңға қымбатырақ болады. Ал то үшін бұл услугалар жаңадай көріп тұрғандарыңыздай үлкен айырмашылықта қымбат болды. Міне бізге тоның атынан болғаннан кейін 113.000 теңге шықты. Бұны мен істеймін, оплатить деген батырманы басу арқылы біз өзіміздің жаңадай төлемдерді төлейміз. Ол үшін біз не істейміз? Оплатить батырмасын басамыз. Бізді бөлек окноға лақтырады. Осы жерден біз өзіміздің карталардың данныйларын тіркеп, сіз өзіңіздің картаңыз арқылы төлесеңіз де болады, немесе басқа адамның картасынан төлесеңіз де болады. Бірақ міндетті түрде төлем жасағаннан кейін мына жерге номерді міндетті түрде +7 мен жазу керек. Өйткені сіз егерде 707 деген нәрсемен жазбасаңыз, ол жаңадай номеріңізді қабылдамайды. Номеріңізді +7 мен жазасыз, одан кейін төлеу батырмасын басасыз. Төлеу батырмасын басқаннан кейін міндетті түрде төленді деген батырма шығады. Немесе жаңада транзакцияңыз өтпей қалды деп. Сол екеуін қарайсыз. Егерде төлем жасалған болса, онда сол жерде жасыл кнопка шығады, жабу дегенді басып, артқа келесіз. Мысалы, мен төлем жасамаймын, өйткені товарный знагым әлі толықтай дұрыс болған жоқ, өйткені мен класстарды әлі дұрыстаған жоқпын. Біз не істейміз? Төлем жасағаннан кейін міндетті түрде подписать и подать заявление дегенді басуды ұмытпаңыздар. Оны басқан кезде, егерде сіз оплата жасаған болсаңыз, міндетті түрде ECP ключке лақтырады. Арқарай ECP ключ арқылы не істейсіз? Сіз жаңадай паролін бәрін жазып, сіз өзіңіздің заявкаңызды жібересіз. Ал егерде мен сияқты жаңадай оплатаңыз өтпеген болса, онда оплатить подачу заявки дегенді міндетті түрде сіз оплата жасауыңыз керек. Енді қараңыздар. Мен сформировать заявление деп бастым, одан кейін оплатить деп бастым, бірақ маған бір ой келіп қалды. Мен тағы да бір класс қосқым келді. Ондай жағдайда не істеймін? Мен жаңадай оплатить дегенге өтпеймін. Мен оплата жасамаймын. Қайтадан өзімнің заявкамен келіп, редактировать деген батырманы басамын. Міне, редактировать деп басамын, да деймін. Ары қарай қайтадан мына жаққа мен тағы бір классты қосамын. Мен тұрдымда өзіме тағы бір классқа, мысалы, сумка, рюкзактар, яғни киімге ұқсас товарларды қосамын деп шештім. Визитница, мысалы, зонты. И осы категорияға керекті товарлардың бәрін қосып алдым да, завершить выбор дедім.
потом сохранить дедім. Енді қараңыздар, менде 3 класстан жоғары болды. 4-ші класс қосылды. Ары қарай енді маған қайтадан заявканы сформировать ету керек. Өйткені алдыңғы жасаған заявкам менде өшіп кетті. Мен басынан сформировать заявление деймін. Тура жаңағы этапты сіздерге дұрыстап не қылатын. Заявлением уже сформирован, ары қарай оплатить подача заявки деп енді төлем жасаймын. Міне көріп тұрғандарыңызда бізге қосалқы 18.375 теңге қосылды. Ол не үшін? Менде тағы да дополнительный 3-ші класстан кейінгі тағы бір класс қосылған үшін. Көрдіңіздер ма? Міне осы сумманы мен үстінен тағы да осы сумма жаңағы менде 113.000 теңгеге 18.375 тағы да 13.500 теңге қосылды. Яғни ол бізде тауар таңбасының жаңағыдай кейінгі қосылған этаптарына. Егер де сізде ИП немесе жеке тұлға болса, онда біз не істейміз? Кейінгі этаптарды осылайнан сіз өзіңіз қосып көресіз. Яғни сізге ол сумма қымбат болып жатса, онда не істейсіз? Отмена басасыз да қайтадан редактировать етіп, сіз өзіңізге керек емес деген классты алып тастасаңыз болады. Міне, маған 3 класс қана жеткілікті екен, өйткені 113.000-нан тағы да үстіне 30.000 теңге қосылып кетті. Сол үшін мен тек қана 3 класс қылып қалдыратын болдым. Міне, естественно, сіз керек емес класстарды алып тастап, тек қана қажет деген классты қалдырып, қайтадан сформировать заявление деп жасап, енді оплатить подачу деп сіз төлем жасай берсеңіз болады. Төлем жасағаннан кейін сіз міндетті түрде не істеу керексіз? Сіз міндетті түрде подать и подписать заявление деп жасауыңыз керек. Міне одан кейін барып сізге тауар таңбасының этапы мына жерден өзгереді. Регистрация деген жасыл болады, мынау подготовка деген жасыл болады, и сіз ары қарай уже 7 айдан кейін өзіңіздің жауабыңызды күтесіз. Ровно 7 айдан кейін тауар таңбасының жауабы келеді. Жауабы екі жағдайда келуі мүмкін. Сізге тауар таңбаңызды тіркейміз, немесе тіркемейміз деген. Ал үшінші жағдай келеді, егерде тауар таңбаңызда белгілі бір қателіктер болған болса, немесе тауар таңбаңызда сіздің басқа бір адамның тауар таңбасымен бір класстары сәйкес келіп қалып жатса, сізге частичная регистрация деген бар. Оған сіз міндетті түрде согласие беруіңіз керек. Сіздің согласиеңізден кейін барып тауар таңбаңыз тіркеледі. Ал бірінші жағдайда, егерде толықтай тауар таңбаңыз тіркейміз десе, онда сізге госпошлинаны төлейсіз. Мына төлегеннен бөлек 7 айдан кейін тағы да 36.545 теңге төлеу керек. Ол сіздің тауар таңбаңыздың документін алу үшін. А егерде отказ келген болса, сіз оны отказға возражение жасасаңыз болады. Не себепті олардың отказ берген қарайсыз, соған сәйкес сіз возражение жасайсыз. Мысалы, сіз келіспейтініңізді айтасыз. Ал возражениеге тоже сіз тағы да оплата жасап, 3 айға қаралады, 3 айдан кейін сізге жауабын айтады. Сіздің тауар таңбаңызды тіркейтін болғанын, немесе тіркемейтін болғанын. Бізде екі студентімізде сондай жағдай болды. Біреуінде тауар таңбасының атауы, яғни белгілі бір географиялық местаға, белгілі бір елдің атымен сәйкес келіп қалды. Ондай жағдайда, яғни біз возражение жіберу арқылы бізді түсіндірдік. Біздің тауар таңбамыз ол мемлекетке ешқандай қатысы жоқ. Бұл адам атының қысқаша қысқартылған түрі. Яғни және ол тек қана Қазақстан территориясында қолданылатын бренд болған бренд деп біз возражение жібердік. Әрине біздің возражениемізге сәйкес жауабы келді. Ол бізді қанағаттандырды және біздің тауар таңбамызды тіркейтін болды. Екінші жағдайда белгілі бір екі жерде де тауар таңбасы бірдей, аттары біреуінде қазақша, біреуінде ағылшынша. Яғни ол қандай жағдайда? Мысалы, жаңағыдай Мағжан голд деген сөзбен Мағжан алтын деген сөз. Біреу Мағжан голд деп тіркесе, біреу Мағжан алтын деп тіркеген. Яғни голд пен алтын сөзі екеуінің түпкі мағынасы бір, бірақ брендте екеуі екі түрлі мағына, екі түрлі атаумен, екі түрлі логотиппен тұр. Осындай жағдайда сізге отказ келіп қалуы мүмкін. Ондай жағдайда сіз түсіндіресіз, сіздіңкінде голд сөзі қолданған, ода алтын сөзі қолданған. Олардыңкі алдын ала тіркеліп қойған болса, сіз возражение беріп, өзіңіздіңкінде тіркеуіңізге құқыңыз бар. Міне, сіз осындай жағдайда ғана возражение жасап,
өзіңіздің тауар таңбаңызды қайта қарауына мүмкіндік аласыз. Отказдың көбісіне жаңағыдай бір жола отказ келді екен деп қарауға да болмайды. Егер де сіздіңкі олардың тауар таңбасымен мүлдем ұқсамайтын болса, немесе екеуіңіздің салаңыз екі түрлі болса, онда сізде оларда Қазақстан территориясында бірдей құқықпен жұмыс жасауларыңызға болады. Бізде егер де байқаған болсаңыздар, Қазақстан территориясында кейбір 4-5 брендтер бар, аттаулары да бірдей, бірақ әртүрлі салада жұмыс жасап жатқан. Мысалға айтайын, бұл тұлпар сөзіндегі жаңағыдай атаулар бар. Тұлпар деген атпен машина сататын Кифо тұлпар деген сияқты автосалондар бар, тұлпар деген торговый центр бар, тұлпар деген супермаркет бар. Міне сол сияқты олардың бәрі бірдей құқықта, бірдей атауды Қазақстан территориясында қолданып жұмыс жасап жатыр. Яғни салалары бір-бірімен сәйкес келмейді, әртүрлі салада жасап жатыр. Сол себепті бірдей атау болса да қолдана береді. Міне осы жағдайда сіздер ескеріңіздер. Осындай жағдайда сіздерге егерде ондай атаумен біреу товарный знак тіркеп қойған деп сіздерге айтқан болса, бірақ оның классы сізіңкімен сәйкес болмаса да, сіздер тіркей аласыздар. Егерде сізге сондай товарный знак тіркелген деп отказ келсе, онда сіздер оспорить етіп, өздеріңіздің возражениелеріңізді жазу арқылы қайтадан қарауын талап ете аласыздар. Және экспертиза оны дұрыс қарап, қайтадан сіздерге дұрыс шешімін беру керек. Міне, осылайша сіздер өздеріңіздің тауар таңбаларыңызды мен айтқандай жолмен тіркей аласыздар. Егер де тауар таңбасы бойынша тіркелу жағы қиын болып жатса, немесе тауар таңбасы бойынша көмек қажет болса, немесе сіздерге өзім тіркей алмаймын, бізге тіркеп беріңіз деген жағдай болатын болса, онда біз сіздерге тіркеп бере аламыз. Ондай бізде услугаларымыз бар. Немесе жаңағыдай возражение бойынша сізге отказ келді, бірақ возражениені қалай жазу керек, немесе өз тауар таңбаңызды сатайын деп жатсыз, договор коммерциализация, яғни оны қалай жасау керек сияқты ақпараттар осы бойынша консультация, немесе осы бойынша услуга керек болса, міндетті түрде бізге хабарлассаңыздар болады. Описание бөліміне біздің менеджердің телефон номерін, WhatsApp-ын қалдырам, сонда жазсаңыздар болады. Міне достар, осымен сіздерге тауар таңбасын тіркеуді толықтай түсіндірдік. Видео пайдалы болса, міндетті түрде каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, әрі өздеріңіздің достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мағжан Зәуірбек.